Қазақмыс Energy өңірлердегі энергетикалық нысандарды жаңғырту жұмыстарын бастап кетті. Биылғы жылу маусымы аяқталмай жатып, келесісіне әзірлік күтіп тұр. Алдағы кезеңді еш қиындықсыз өткеру үшін қазандықтар мен жабдықтарға толыққанды жөндеу жүргізу қажет. Энергетикалық нысандардың осы бағыттағы жоспарлары қандай? Толығырақ тілші материалда. Балқаш жылу электр орталығы қаланы жылумен ғана емес электроэнергиясымен қамтып отыр. Нысан тұрғын үйлермен қатар кәсіпорындарға да қызмет етеді. Бұл Қазақстандағы ең ескі жылу электр орталықтарының бірі. Ондағы жабдықтардың 69%-ның тозығы жеткен. Мамандардың сөзінше орталық қиын әрі қатал қысқа қарамастан өзінің міндетін жақсы деңгейде атқарып шықты. Енді кәсіпорында ауқымды жөндеу жұмыстары күтіп тұр. На 23-24 год у нас 2023-2024 жылдарға арналған жоспар бойынша 2 турбина агрегаттары мен 3 қозғалтқышқа жөндеу жүргізіліп жатыр. Бір турбина мен бір қазандық күрделі жөндеуден өтеді. Жалпы 4 қазандық пен 4 турбина бар. Біз оны инвестициялық жоба бойынша монтаждаймыз. Ал Топар энергия станциясы Абай мен Топарға жылу қуат көзін тарататын басты мекеме. Осы қыста станция ешқандай ақау апатсыз штаттық режимде өткерді. Өткен жылы жүргізілген жөндеудің арқасында бас энергия тарату станциясы графиктан ауытқымай жұмыс істеді. Оның қарамағында 16 қазандық бар. Ал күрделі жөндеуге қаржы жеткіліксіз. Нысанның операциялық басшысы Александр Бузо мұның себебін жылу мен электроэнергиясының тарифімен байланыстырады. Передача распределения тепловой энергии. Жылу энергиясы бойынша тариф 3300, өзіндік бағасы 2800. Міне, бұл сандар біз қаражатты станцияны жаңғыртпақ түгіл, жөндеу жұмыстарына жөнді жұмсай алмайтынымызды дәлелдейді. Бүгінгі күннің басты мәселесі осы. Топардағы бас энергия тарату станциясынан 10 жасқа үлкен Жезқазғандық жылу электр орталығын техникалық ауытқулар айналып өткен жоқ. Мамандар олардан ешқандай қауіп-қатер төнбегенін және бір күнде жөнделгенін сөз етті. Қазір Жезқазған жылу электр орталығы жөндеу жұмыстарын бастау үшін жылу маусымының аяқталғанын күтіп тұр. Бүгінде бір қазандық жөндеуде, қалғандары осы жыл ішінде қалпына келтірілмек. 5 турбина бар. Оның ішінде бір турбинада осы жылы күрделі ремонт жасаймыз. 4 турбинада, қалған турбинада ағымдық ремонт жасаймыз. Енді осы жылғы план бойынша 2 котел, 2 қазандық пен бір турбинада күрделі ремонт жасап өтсек, келесі жылы біз дайын боламыз деп ойлаймын, келесі жыл маусымына. Жезқазған жылу электр орталығының тозу деңгейі 67%-ға жеткен. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов станцияға келіп, 2023-2024 жылу маусымына дайындық барысымен танысты. Ол энергия көзін реконструкциялап, жаңадан тағы бір қазандықты іске қосуды тапсырды. Сымбат Серқызы, Жанат Тұрсынов, Амир Ибатов, Атамекен бизнес арнасы.